Қайырлы күн, қымбатты оқырмандарым, онлайн тренингке қатысушылар. Жанар Байсеміздің онлайн тренингіне сенім артып қатысушылар. Қалдарыңыз қалай? Кеше өзіміз бәріміз келіскендей, бүгін сағат 4-те бастаймыз дедік. Мен сіздер кішкене жиналсын дедім. Қазір 4-тен сағат 5 минут кетті. Бәріңіз дайынсыздар ма, қосылып жатсыздар ма, жұмыстасыздар ма, қайдасыздар? Наушниктеріңіз, құлақтарыңызда ма? Сағат тура 4-те қосыла алмағандар кейін көре алады. Кешегі эфир әлі сақталған, бүгінгі де сақталады 24 сағат бойы. Ал кейбір өтініш білдіріп жатқандар, мен жолда болам, тағы да басқа жағдайда болам, бірақ алдын ала төлем жасап тіркелем деген адамдарға мен жарайды деп айттым, YouTube-тан сілтеме жіберіледі. Бірақ бір ескерту, ол сілтемені басқа адамдармен бөліспеулеріңізді сұраймын, өйткені бұл менің өзімнің дайындаған тренингім, сондықтан да оның барлығының сұрауы болады. Әр адам өз дайын болған кезде өзі алады. Майраны көріп отырмын. Майра менің барлық семинарыма қатыстың ғой дейме. Тренингтерімде үнемі көрем Майраны. Көп рахмет сенім артып жатқаныңа, басқа оқырмандарымда. Кеше тілектеріңізді жазып жатсыздар, енді барлығын жазған жоқсыздар, сонда да сол посттың астына жақсы, жаман, өте жақсы деген сияқты пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, обратная связь болғанын қалаймын. Бүгін енді біздің уақытымыз кішкене көбірек болады. Сұрақ жауап дегенге де біз уақыт қалдырамыз деп ойлаймын. Ал енді рұқсат болса бастайық, иә? Комментарийді өшіремін. Негізгі тақырып мақсаттарымызға қалай жетуге болады, мақсатқа жетудегі сиқырлы техникалар және Құдай ұмытшақ па не болмаса неге менің тілегім орындалмайды деп аталады. Дәл қазіргі уақытта материалдық дүниенің қатты басымдық алған сәті, елдің барлығы бай болғысы келеді, елдің барлығы дәулетті болғысы келеді, елдің барлығы жақсы киінгісі келеді, жақсы жүргісі келеді, әлемді аралап саяхаттағысы келеді, бірақ барлығына бірдей ондай дүние беріле бермейді. Бұл енді адамның өзінің іс-әрекеттерінің салдарына да байланысты. Бұл іс-әрекеттерінің салдары бұл карма деп аталады. Бұл енді басқа тақырыптың арқауы. Біз барлығын өзгерте аламыз. Егер біздің тіпті ол маңдайымызға жазылған болмаса да, егер біз өзіміз Құдайға үнемі сыйынып, таза жүріп, ешқандай жамандық істемей, бойымыздағы алапес эмоциялардың барлығынан арылсақ, біз өзіміздің тілегімізге жете аламыз. Сол арманымызға, аңсаған үйімізге, аңсаған дүниемізге жете алмасақ та, біз өзімізді бақытты сезіне аламыз. Міне осы дүниенің кілті, бақыттың кілті бұл байлықта емес, бұл басқа дүниеде емес, бұл өзіңнің жүрегіңде тыныштық табуда. Сен басқа бай адамдарды көрген кезде өзіңнің ішіңнен күйзелмей, олардың қуанышына қуануда, басқа адамдарға жақсылық жасауда, көмектесуде. Міне осы өмірдің мәні осы. Бүгін қадір түні, бәріңізді құттықтаймын, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Қадір түнінде біз кеше мен жазған постым сияқты Алла тағаланы біз бір жаңағындай үлкен магазинге айналдырып алған сияқтымыз деп жаздым. Сондықтан да қадір түнінде сондай бір тек қана өзіміздің жеке басымыздың тілегіміздің орындалғаны үшін емес, жалпы адамзаттың игілігі үшін, және осы өмірде мен не атқардым, мен не атқаруға тиістімін, менің миссиям не, мен қай жаққа бағыт алып бара жатырмын, менің істеп жүргенім дұрыс па, мен тағы да нені игеруім керек деген сияқты сауалдарға жауап іздегеніміз абзал болады. Сол мақсатта мен бүгін постымда Санжар Керімбайдың қадір түнінің мәніне байланысты постыны бөлістім. Негізі бұрын журналистік қызметімде қадір түні күні, Миғраж түні, жалпы исламдағы өте ғажайып түндер туралы үнемі сюжеттер жасайтынмын. Соны интернеттен тауып алып жариялайын дедім. Санжар Керімбайдікі өте керемет жазылыпты, сондықтан сол кісінің постымен бөлістім, сондықтан соны да оқыңыздар, иә. Енді кеше біз өте көп әңгіме айттық, өте көп информация болды. Негізі 2,5 сағаттай болды ау деймін, 2 сағат 2 минуттай өтіп кетті деп оқырмандарым жазып жатыр. Енді Құдай қаласа, жалпы негізі
сағаттың көптігіне байланысты информация көп қабылданбайды. Сағаттың өзінің де уақыттың өзінің де межесі болу керек. Сол уақытта ғана информация қабылданады. Кеше сіздер алған информациялар әзірге сіздерде тек қана ол ақпарат жүзінде ғана, оны қолданған сәттен бастап қана ол практика есебіне еніп сіздің бойыңызға ілім болып енеді. Сондықтан осыны ескеріңіздер. Тағы да ескертіп айтамын. Тағы да оқушы образына кіреміз. Бұл әлемде біздің барлығымыз оқушымыз. Бәріміз бір-бірімізден көп нәрсені үйренеміз. Бүгін мен почтальонмын. Сіздерге бүгінгі информациямен бөлісуге дайынмын. Алла өзі күш-қуат берсін. Бүгін қадір түнімен қатар 30-31 жалпы қазір ай қайтадан на убывание дейді ғой, соған кетіп бара жатыр. Ай жақында туады, сондықтан осы 30-31 күні өте бір благоприятный дейді ғой, сондай жағымды, қайырлы күндер болып есептеледі. Осы күндері рухани білім алған, осы күндері жасалған практикалардың жаңағындай қайырымы, нәтижесі өте жоғары болады. Сондықтан да мен негізі әдейілеп бұл күнге қойған жоқпын, уақытымның сәйкес келуіне байланысты қойдым. Дегенмен де рухани практикамен айналысу кезінде сен интуитивті тұрғыда осындай күндерді сезіп отырады екенсің. Бүгін ғана бір лекцияны тыңдадым. Сол лекцияда айтылғандай, бүгін бір өте керемет күн екен. Қадір түнімен байланысты да келіп тұр, басқа іліммен де байланысты келіп тұр. Сондықтан бүгінгі рухани практика, бүгін қандай дұға естисіз, қандай дұға айтасыз, соның барлығының нәтижесі өте зор болмақ. Менің мақсатым, тағы да бір қайталап өтейін, аласұрып, жан таласып, біреуден кем қалып қойдым, артта қалып қойдым деп аласұрып, өзіңнің арманыңның орындалуын тез-тез қалау емес, өзінің уақытында келуіне дайындалу. Сол арман, сол тілек келген кезде сен оны қалай қарсы аласың, сен оған қалай қарайсың, сен өзіңді сол арман орындалғанда жайлы сезінесің ба, жайсыз сезінесің ба, осыған байланысты және кешек айтып өткенімдей әр нәрсенің өзінің уақыты болады. Сол уақытына сәйкес орындалады. Сондықтан да тілектердің орындалуының ең керемет техникасы бұл асықпау және тыныштықты сақтау. Енді сиқырлы техникалар деп айттым, сол сиқырлы техникаларға кеттік. Ең бірінші сіздерге айтатыным үнемі бақыт тілеу. Адамдарға бақыт тілеу. Қазір біз лекциямыздың соңында сол бақыт тілеу медитациясын, дұғасын жасаймыз. Адамдарға бақыт тілеу арқылы біз махаббаттың энергиясын көбейтеміз жүрегімізде, және вибрациямызда махаббаттың энергиясын көбейтеді екенбіз. Сол махаббаттың энергиясына тиісінше бізге сол махаббат деген ұғымға сәйкес керемет ғажайып дүниелер келеді. Негізі қай кезде болсын, ұмытып кетсеңіз де, тоқтай қалыңызда, отыра қалыңызда, жүріп келе жатсаңызда, ойыңыз ауызша болсын, ойша болсын, бақыт тілей бастаңыз. Енді мен орысшасын айтам, я желаю всем счастья деп, мен бәріне бақыт тілеймін, қазақшасы, мен бәріне бақыт тілеймін, мен бәріне бақыт тілеймін деп айта беру керек. Және бұны айтқан кезде ешқандайда өзіңнің жеке өміріңе байланысты тілектер, не болмаса туысқандарыңа, күйеуіңе, тағы да басқа балаңа, әке-шешеңе, бауырларыңа байланысты өтініш тілектерді ойлаудың қажеті жоқ. Тек қана мен бәріне бақыт тілеймін деп айта бересіз. Және мен бәріне бақыт тілеймін деп айтқан сәтте мүмкін көз алдыңызға планетаның үстінде тұрғандай, сол планетаға сіз бақыттың, махаббаттың энергиясын құйып жатқанда елестетсеңіз, не болмаса ана Африкадағы жаңағындай тамаққа зәру балалар, аштан қырылып жатқан адамдар, соғыс жағдайында өмір сүріп жатқан адамдар, сол адамдарды елестетіп, сол адамдарға бақыттың энергиясын сол адамдарға қарай бөлсеңіз болады. Не болмаса өзіңіздің өміріңізде, не болмаса көріп қалған, қиындықта жүрген, өзінің өмірінде не істеп не қоярын білмей жүрген, қарыздан қалай құтыларын білмей жүрген, сондай бір бытовуха дейді ғой, сондай тұрмыстық проблемаға тіреліп қалған адамдарды елестетіп, соған қарай бақыттасаңыз, бұл өте жақсы. Қазір лекцияның соңында мен бұған толығырақ тоқталамын. Демек, бақыт тілеу бізге не береді? Бұл біздің жүрегіміздегі махаббаттың энергиясын көбейтеді. Біздің жүрегіміздегі махаббаттың энергиясын көбейту арқылы біздің
былай кокон дейді ғой, сондай қабықша құрады. Бізді сақтайтын, кез келген жаман дүниеден сақтайтын, бәле-жаладан сақтайтын. Біз әрдайым бақыт тілеу арқылы, адамдарға бақыт тілеу арқылы сол бақытты өзімізге де тілей бастаймыз. Сол адамдардың вибрациясы сіздікін сезеді. Подсознательный дейді ғой, сондай түп сананың негізінде адамдар барлығын сезеді. Өздеріңіз кейде байқайсыздар ма? Бір адамды ұнатпаған кезде жаратпайсың ғой, сондай осы маған ұнамайды деп. Ол адам саған ешқандай жамандық істеген жоқ, ештеңе істеген жоқ, бірақ сол адамды аса жақтырмай тұрасың. Міне осындай адамдарға да бақыт тілеу керек. Өйткені ол адамдармен енді бұл басқа тақырып, сен бұрынғы өмірлеріңде байланысың болу мүмкін, және сол адамдар саған бір жаман дүние істеу мүмкін. Сондықтан да подсознательный деңгейде, түп саналық деңгейде сен сол адамды жақтырмай тұрасың. Ал сен ол адамды жақтырмаған сайын сенің тілегің, арманың орындалмайды. Ары қарай кеттік. Енді бірінші мынандай дүние. Күніне 2-3 рет жасаймыз. Жаңағыдай өзіңізге ыңғайлы позада отырасыз, ыңғайлы позада көзіңіз ашық болады, терең демалып аласыз. Бірнеше рет, терең демаласыз, ойыңыздағы барлық жаңағыдай тұрмыстық дүниелерді, қайтарылмаған ақшаны, бітпей қалған жұмысты, біреуге айтқан сөзіңізді барлығын ойдан шығарасыз. Көзіңіз ашулы, қолыңызды жұмбайсыз, мынандай осылай айқастырмайсыз, аяғыңызды айқастырмайсыз, барлығын бос қоясыз, көзіңіз ашық болады, сосын айтасыз: мен әйелмін, мен өте тартымдымын, я сексуальная, мен тартымдымын, мен әйелмін, менің денсаулығым керемет, мен бақыттымын, мен әрдайым қуанышта жүремін, менің өмірім сәттілікке толы, менің жолым ашық, мен байлықта, бақытта, гармонияда, махаббатта ұзақ өмір сүремін. Осылай айтамыз. Қайтадан айтам. Егер орысша тыңдап отырған адамдар болса, айтамыз. Бірінші: я женщина, я очень сексуальная, я очень привлекательная, я красивая, я здоровая, я богатая, я роскошная. Өзіңіздің салмағыңызға байланысты болса: я фигурная, я подтянутая, я привлекательная, я удачливая, я фартовая, я живу в любви, в долгой жизни, в долголетии, с любимым человеком, с любимыми людьми. Осылай айтамыз. Тағы да қазақшасын айтамын. Мен әйелмін, мен тартымдымын, менің жолым болғыш, мен әрдайым сәтті дүниелер күтеді, мен бақыттымын, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен баймын, менің денсаулығым керемет, менің күш қуатым өте көп, мен молшылықта, махаббатта, сүйген адаммен, сүйіктімін, сүйген адаммен ұзақ өмір сүремін, ұзақ өмір сүріп жатырмын. Мен байлықта өмір сүремін, мен молшылықта өмір сүремін, мен комфортта өмір сүремін. Осылайнан айтамыз да, сосын тыныштық ұстаймыз. Көзіміз жұмылмайды, тыныштықта боламыз. Сол тыныштықта болған кезде ешқандай да визуализация, ештеңені елестету, бай болғаныңызды, керемет болғаныңызды елестетудің қажеті жоқ. Ештеңе елестетпейміз, тек қана көзіміз ашық, біздің денеміздегі ощущение дейді ғой, денемізде нені сезінеміз, соны ғана ойлаймыз. Басқа ештеңе ойламаймыз. Байлық туралы, ақша туралы, қарыздың қайтарылып жатқаны туралы, сүйікті адамның келген туралы, күйеуінің сүйген туралы, ештеңе. Тек қана көзіміз ашып, денемізде қандай құбылыстар болып жатыр, соны бақылаймыз. Былайша айтқанда, біз өзімізден шығып, өзімізді бақылаушы есебінде көреміз. Қолымызда, аяғымызда, жүрегіміздің тұсымызда, ішімізде, қай жерімізде, көзімізде, шашымызда бір тітіркендіргіш қасиет болса, не болмаса керісінше жайлылық болса, осының барлығын тек қана бақылаймыз, тек қана наблюдаем. 10-15 секунд.
10-15 секунд солайынан отырамыз. Егер денеңізде бір аурулар сезінсе, бір жеріңіз шаншып кетсе, ештеңе етпейді, ештеңе болмайды, барлығы жақсы, еш нәрсеге мән бермеңіз, тек ешқандай басқа ойларды миыңызға кіргізбеңіз. Сосын 10-15 минут тыныштықта отырамыз, содан кейін барып орнымыздан тұрамыз да басқа жұмыспен тез айналысып кетеміз. Өзімізге ұнайтын жұмыспен. Мейлінше, тиісінше өте жағымды физические нагрузки, бірдеңемен айналысу. Үйіңізді жинап кетесіз бе, тамақ істеп кетесіз бе, не болмаса секіресіз бе, өзіңізге байланысты. Не болмаса тағы бірдеңе істеп кетесіз бе, не болмаса далаға шығып кетесіз бе, тек қана қимылдап кетесіз. Жаңағы сезінген сезіміңізді, сөзіңізді барлығын алып тастайсыз да басқа іспен айналысып кетесіз. Надо переключаться. Түсіндік қой, осыны күнделікті 5-6 рет істейміз. 5-6 рет істейміз. Егер айналаларыңызда адамдар көп болса, онда тек қана отырып, ойша айтамыз. Ойша ішімізден, мен әйелмін, не болмаса. Әлі әйелдік образға өтпесеңіз, мен қызбын. Еркектер мені көріп отырған болса, жолдастарыңызға айтатын болсаңыздар кейін, мен еркекпін, мен еркекпін, мен әйелмін, мен қызбын, мен баламын деп балаларыңызға үйретсеңіздер де болады. Мен сондай тартымдымын, мен ақылдымын, мен данамын, менің денсаулығым керемет, мен байлықта, молшылықта, сүйген адамыммен, сүйіспеншілікте ұзақ өмір сүріп жатырмын. Осылай айтамыз да 10-15 минут тыныштық, денемізде не болып жатқанын бақылаймыз, не болып жатыр басымызда, денемізде, аяғымызда, саусағымызда, білмеймін, қандай сезімде боласыздар, соны сезінеміз. Содан кейін барып 10-15 минуттан кейін орнымыздан тұрамыз да басқа іспен айналысып кетеміз. Бұл туралы ойланбаймыз. Күніне осылай 5-6 рет істейсіздер. Бұл өте керемет техника. Бұл бізге не береді? Бұл бізге осознанность дейді ғой, соны береді. Және қазіргі кім қуат тіршілік жүгіріп жүреміз. Мысалы біз тамақ ішіп жатсақ та кейбіреуіміз, мысалы мен өзім солай өз-өзімді тәрбиелеудемін. Тамақ ішіп жатқанда кешке қарай, мысалы жолдасым кешке жұмыстан келеді, оның жанында отырғанда еш уақытта телефонға қарамаймын. Телефонды апарып қойып қоямын. Тамақ ішіп жатқанда да кейде телефонға қараймыз, кезекте тұрсақ та телефонға қараймыз. Бірдеңе бір 5 минут уақытымыз бола қалса, аламыз да телефонды ашып, инстаграмға шарлап жөнелеміз. Осының барлығын тоқтатып, бізге бұл осознанность береді. Біздің кім екенімізді, және біздің неге бағыт алғанымызды, біздің денсаулығымыз одан сайын жақсара түседі. Біздің тілектеріміздің орындалуына және біздің тыныштықта болуымызға өте жағымды ықпал етеді. Міне осы техника. Ары қарай кеттік. Енді тілектер орындалу үшін, в голове тишина дедім, мида тек қана тыныштық болу керек. Осы кезде тағы да не болады? Миымызда тыныштық болған кезде 10-15 минуттың ішінде бұрынғы біздің ескі программаларымыз өшіріліп, жаңа программалар құрылады екен. Представляете? Бұрынғы ескі, мысалы, денсаулығым ана жерім мынандай, семізбін, қарызымнан қалай құтылам, ақша үнемі жетпей, тағы да басқа кішкентай кезімізден қалыптасқан түрлі жағымсыз біздің алға қарай жылжуымызға кедергі келтіретін, біздің тілектеріміздің орындалуына, біздің сондай денсаулығымыздың мықты бола түсуіне, біздің жасымыз келген сайын қартайып емес, керісінше жасара түсуімізге байланысты ең керемет сиқырлы программалар құрылады. Сондықтан ешқандай да ойлаудың қажеті жоқ. Қазір менің бұрынғы ескі программаларымның барлығы өшіп, жаңа программалар құрылып жатыр деп те ойламаңыз. Ол өздігінен болады. Бұның барлығы подсознанияда болады. Сондықтан күнделікті осыны істеңіз. Қоғамдық көлікте кетіп бара жатсыз ба, күндіз далада кетіп бара жатсыз ба, кез келген уақытта осыны істейміз. Барлығы күнделікті. Және сол уақытта тура сол қазіргі шақта істейміз. Ешқайда өткен шаққа, болашаққа кетіп қалмаймыз. Енді келесіне кеттік. Енді
Енді тағы да отырамыз, не болмаса жүріп келе жатамыз. Негізі отырып істеген жақсы, армандаймыз. Өзіміздің арманымыз қандай? Сол арманымыз дәл қазіргі шақта болып жатқан сияқты. Мысалы, сіздің көлігіңіз жоқ болса, не болмаса баспанаңыз жоқ болса, не болмаса тағы да басқа дүниелер жоқ болса, сіздің өзіңіздің өте бір қажетті дүниеңіз, соны қолыңызға ұстап тұрғандай, балаңыз болмаса, сол балаңызды ойнатып жатқанда, процесс, сол балаңыздың жүріп келе жатқаны, не болмаса, сол үйіңізге кіріп жаңадан әдемі перделерді іліп жатқаныңыз, кез келген өздеріңіздің тілектеріңізді ойша визуализация жасайсыздар, ойланасыздар. Дәл қазір осы шақта, болашақта мен ұялғанда мынандай істеймін емес, ойда көзімізді жұмып елестетеміз. Міне болып жатыр, міне дәл қазір мен өзімнің керемет көлігімде, рульде келе жатырмын. Астананың көшесінде, Нұрсұлтанның көшесінде, Алматының көшесінде, Ақтаудың, Жамбылдың, қанша қазір жан-жақтан қатысып отыр менің оқырмандарым, қай жақта болсын, өздеріңіздің тілектеріңізге байланысты визуализация жасаймыз. Ол қазіргі уақытта болу керек, болады емес, міне дәл қазір болып жатыр, ойымызша болып жатқандай елестетеміз. Керемет бір көйлек, қымбат көйлекті алғыңыз келіп жатса, сол көйлекті киіп жатыңыз. Сол көйлекті киіп айнаның алдында өзіңізді көріп жатыңыз деген сияқты, түсіндіңіздер ғой? Осыны ойлаймыз. Тура осы уақытта, содан кейін барып тоқтаймыз. Содан кейін барып тағы да тыныштық болды, қайтадан ойламаймыз. Тыныштық, сол тыныштық болатын кезде визуализацияны жасадық, ощущениені сездік, сол сәтте нені сездіңіз? Сол сәтте дене мүшеңіз сізге қалай жауап берді? Жағымды болды ма? Жоқ әлде сіз оған әлі де өзіңізге рұқсат бере алмай жатсыз ба? Мен бұны кеше айттым, мен бәріне лайықтымын, мен өзіме рұқсат беремін, я себе позволяю деген дүниелерді, кеше айттым оны, соның барлығын сеземіз, денеміздегі ощущениені, денемізде не болып жатыр, осының бәрін сеземіз, тоқтаймыз, сосын мен әйелмін деп айтамыз. Мен әйелмін, сосын тағы да тыныштық, тағы да тыныштық. Тағы да тыныштық, содан кейін барып қайтадан басқа дүниемен айналысып кетеміз. Болды, енді оны күні бойы сол арманды ойлап басымызды қатырмаймыз. Ыдысымызды жуып кетеміз, үйімізді жинап кетеміз, басқа жұмысымызбен айналысып кетеміз, балаларымызбен айналысамыз, күйеуімізбен айналысамыз деген сияқты. Болды. Оны одан кейін ойланбаймыз. Түсінікті ғой, кеттік, ары қарай кеттік. Осындай уақытта негізі физический нагрузка болса, бұл өте күшті. Бірақ не істесеңіз де осындай сәттен кейін оны өзіңізді қинап емес, в удовольствие істеңіз, содан ләззат алып істеңіз. Туымна кірімді жуып тастауым керек деп емес, соны жуғанда да содан ләззат алып жуыңыз. Сол кіріңізді қолмен жуу керек болса, қолмен жуып жатқан кезде барлық бұрынғы жаман негативті установкаларыңыздың барлығы жойылып жатқан сияқты. Бұрынғы өткен өміріңіздегі қателіктеріңіз, өзіңізді жек көруіңіз, сәтсіздіктер, соның барлығын жуып шайып жатқан сияқты. Сондай бір блаженство дейді ғой, сондай бір ләззат алып істейсіз, ары қарай кеттік. Енді бүйтеміз. Тағы да мысленно ойша ойланамыз. Жаңағы сіз армандап жүрген тілек, мейлі шетелге саяхат деп ойлайық, сол жаққа барып келдік. Міне осы бар, дәл қазір мен сол жақта жағажайда демалып жатырмын. Үстімде керемет купальник дейсіз ба, білмеймін. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты ойша соны елестетеміз, ойша елестетеміз барлығын. Бұл үшін фантазия болу керек, ойша елестетеміз, сол состояниеда, сол жағдайда боламыз, сосын бұдан бас тартамыз. Отказываемся. Мен бұл болмаса да өмір сүре аламын деп айтамыз. Мен бұл болмаса да, жарайды болды, қош, бұл болмаса да өмір сүре аламын деп айтамыз. Болса да, болмаса да жарайды. Армандадық, керемет күшті сезімдерді сезіндік, сосын айтамыз, сосын тоқтаймыз, жарайды, болса да болады, болмаса да болмайды. Бұл болмаса да менің өмірім тоқтап қалмайды, до свидания, пока деген сияқты айтамыз да, бұл бола ма, болмай ма, жарайды, көреміз, уақыт көрсетеді, болса да болсын, болмаса да болсын.
Мен айтам ғой сіздерге, это мне не важно. Я тут при чем деген бар ғой. Это мне не важно, я тут при чем. Өйткені біз оны өзіміз қолымызбен жақындата алмаймыз ғой, Сондықтан да оның барлығы жаңағы біз армандаған кезде сол вибрациялар, олар өзіне сәйкес сондай жоғары деңгейдегі вибрацияға өтеді, сосын қайтып айналып келеді. Сіз қорықпай қойыңыз, ол нәрсе болмай қалады деп. Сенім болу керек, Болса да болады, болмаса да болмайды. Болды, қойшы, жарайды. Осыны ойлай бермейін. Болды дейміз да, дереу басқа жұмыспен айналысып кетеміз. Отырмаймыз, сонда бола ма ол, болмай ма ол, мен дұрыс істедім ба, дұрыс істемедім ба, дұрыс армандадым ба, дұрыс армандамадым ба, тағы да басқа дұрыс түсінбей қалдым ба деген мұжулар, былайша айтқанда, қазақша айтқанда мұжулар керек емес. Дереу орнымыздан тұрамыз да басқа жұмыспен айналысып кетеміз. Переключаемся, переключаемся. Мысалы, біз телевизор көріп отырған кезде пультпен ұнамаса аламыз да басып басқа жаққа кетіп қаламыз ғой, Бізді ешкім өзіміздің ұнамайтын бағдарламаны не болмаса лекцияны мысалы тыңдатып отырғыза алмайды. Басамыз да Инстаграмда да аламыз да шығып кетеміз, Сол сияқты переключательді басамыз да переключаемся. Басқа нәрсеге өтіп кетеміз. Бітті ол, Сосын басқа дүниені істеп жатқан кезде сол дүниені істеп жатқан ісімізден ләззат аламыз. Тамақ істеу керек па? Тамақ істеп жатып, сол тамақ істеп жатқан процестен ләззат аламыз. Үй жинау керек па? Тағы да ләззат аламыз. Осыны ұмытпаңыздар, Ары қарай кеттік. Енді мынандай дүние. Сондай бір өмірлік мұратымыз деп есептейік, соған жете алмай жүрміз. Ананы да істейміз, мына техниканы да істейміз, ананы айтты, ананы істейміз, мынаны айтты, мынаны істейміз, орындалмайды, Біреулерге қараймыз да ойлаймыз, осыныкі қалай тез орындалып кетті. Бұл қызғаныш. Кеше мен айттым, бұндай эмоциялардың барлығын жүрегімізден алып тастаймыз, Енді не істейміз? Шынайы бас тартамыз. Арманымыздан шынайы түрде, саналы түрде отказываемся. Бұл Жанар неге үйретіп жатыр деп таңғалмай қойыңыздар, және шок болмай қойыңыздар. Мен бұның барлығын өзім істедім, бас тартамыз. Жарайды, болды. Болса болсын, болмаса болмасын. Бұнсыз да өмір сүре аламын деп жаңа айттым ғой, Искренне, сондай шынайы түрде біз одан бас тартамыз. Сол кезде сол дүние дереу болады. Бірақ біз қазір мен шынайы түрде сол арманымнан, тілегімнен бас тартсам, сол менде тез орындалады деген ой болмау керек. Бұндай пайда көштік болмау керек. Сіз шынайы одан бас тарттыңыз. Мысалы, сіздің балаңыз жоқ делік, Сіз бір балаға, бір перзентке зар болып жүрсе, сіз шынайы Құдайға мінәжат етіп, Құдайым, рахмет, осы күнді көрсеткеніңе рахмет, аяқ қолымның барлығына рахмет, көзімнің көретіне рахмет, үстімде киімнің болғанына рахмет, күйеуімнің болғанына рахмет, ата-анамның амандығына рахмет, бәріне, өмірімдегі барлық қателіктерге рахмет, сол қателіктер арқылы менің өмірімді дұрыстағаныңа рахмет. Мен қаншама дүниені дұрыс істемей жатсам да, маған кешірімді болып жатқаныңа рахмет. Мені түрлі бәле жаладан сақтап жүргеніңе рахмет. Түрлі жаман аурудан сақтағаныңа рахмет. Менің жүрегімде осы тілегім бар. Жарайды, бұл болмаса, жарайды болмасын, мен бұдан бас тартамын. Алла тағалам, сенің қалауың болсын. Содан бас тартқан кезде сіздің дене бойыңыздың барлығы бір шымырлап, соны жібергіңіз келмей тұрады. Как будто сіз солай айтқан кезде, сол мүлдем болмай қалатын сияқты бір қатты депрессия сияқты болуы мүмкін, бірақ бұл шынайы болу керек. Мен бұны өзімнің бұрынғы семинарларымда да айтқанмын. Шынайы сіз өзіңіздің тілегіңізден бас тартасыз. Сіздің үйіңіз жоқ па? Сіз жалдамалы пәтерде тұрасыз ба? Болды, айтасыз. Жарайды. Мен өмір бақи, мүмкін менің маңдайыма өмір бақи өзімнің үйімде тұрмау жазылған шығар. Мен бұдан бас тартам. Болды. Мен шынайы бас тартам, Аллам. Барлығына рахмет. Қазіргі күніме рахмет. Бүгінгі күнді көргеніме рахмет. Прямо кәдімгідей тізерлеп отырасыз ба, өзіңізге қалай ыңғайлы, ешкім сізді алаңдатпасын. Сол кезде жылайсыз ба, көзіңізден жас шыға ма, барлық эмоциялар кете берсін. Бірақ шынайы түрде содан бас тартамыз. Бас тартамыз да, қайтадан тұрамыз да, басқа іспен айналысып кетеміз. Сол кезде сіздің көптен күткен жылдар бойы, қаншама уақыт бойы күткен дүниеңіз
өзі-ақ өзінен өзі орындалады. Бұның барлығы шынымен болатын дүниелер. Өйткені мен кешеде айттым, біз бір нәрсеге қатты жабысып қалған кезде ол дүние бізден одан сайын алыстай береді. Өйткені біз оған жабысып қалған кезде біз оны күнделікті ойламасақ, ол болмайтын сияқты деген сондай бір ой қалыптасады да, сосын бір боль қалыптасады. Ішімізде бір депрессия сияқты күйзеліс дүние шығады да, сол болмай қалса, біз бақытты болмай қалатын сияқтымыз деген сияқты сезім болады. Сондықтан да ол бізден алыстай береді. Сондықтан біз оны аламыз да лақтырып тастаймыз. Болды, бұл маған керек емес. Мен бас тарттым. Бірақ андай кеше айттым, здоровый пофигизм болу керек деп, шынайы. Мысалы, мен осы тұста бір мысал келтіре кетейін. Мен тұрмысқа мысалы кеш деп айтпаймын, уақытында шықтым, бірақ та 38 жасыма дейін, мен түрлі дүниені істедім. Менің бір кездер тіпті күдер үзіп кеткен кездерім де болды. Жарайды, болды, бітті деген сияқты. Мен жарайды, қартайған кезде қариялар үйіне барып тұратын шығармын дегенде ойлар болды, Мен не істедім? Маған мынандай инсайт келді. Мен ол кезде бұл дүниелерді білген жоқпын. Ол кезде Атырауда болдым. Бір күні жаңағыдай жуынып, дұғамды оқып, кәдімгідей тізерлеп, Алланы елестетіп, Алламен сөйлестім. Енді біреулер айтады, сен кімсің Алламен сөйлесетін, Алламен адам сөйлесе алмайды деген сияқты. Мен айттым ғой, Алла біздің жүрегімізде, Алла ол махаббат, Алла біздің бақытты болғанымызды қалайды. Және біз айтамыз ғой, Алла тағала кешірімді дейміз. Біз бір-бірімізді кешіре алмай жатамыз, бірақ біз өзімізше Алла тағала бізді кешіру керек деп ойлаймыз да. Сондай смирениеға түстім. Бірақ та мен білген жоқпын. Именно солай, орысша айтайыншы, я не знала, когда отказываешься от своей мечты, от своего желания, когда искренне отказываешься, это всю минуту или через несколько дней это исполняется, это быстро исполняется. Я этого не знала. Но ко мне пришел инсайт, я этого делала. И у меня есть результат. Сондықтан да мен сіздерге гарантия бере аламын, Солай отырдым да айттым, жара Құдайым, мен қаншама осы жасыма дейін өмір сүрдім, Мен осы жасыма дейін сен мені түрлі жаман аурулардан сақтадың, бәле жаладан сақтадың. Мен қаншама рет шетелге шығып келдім, ұшақта ұштым. Сол кезде мысалы сен мені түрлі апаттан сақтадың, түрлі жаман адамдардың пиғылынан сақтадың. Сен мені құлдырап бара жатқан жерімнен қайтадан көтеріп алдың. Сен мені қайтадан тура жолға түсіріп жатсың. Сен маған күнделікті тамақ беріп жатсың. Сен маған күнделікті жуынатын су беріп жатсың. Сен маған барлығын беріп жатсың. Ауа беріп жатсың. Мен ойламайым, мәссаған ертең ауа бітіп қалады, тез-тез мына ауаны жинап алу керек деген нәрсе жоқ қой, Ойлаңыздаршы, қаншама нығмет, бірақ сонда да біз сондай тойымсызбыз, біз уақытты күткіміз келмейді. Біз басқа біреулерге қараймыз да, неге менде емес дейміз да. Сөйтіп біз қызғаншақтық, біз менмендікке ұшыраймыз. Ал бұл біздің тілектеріміздің орындалмауының ең кесел дүниесі. Сосын шын жүрегіммен, шынайы тілегіммен айттым. Мен өмірімде шынымен ақ тұрмысқа мүмкін менің маңдайыма сол жазылған шығар. Мүмкін менің миссиям басқа шығар. Мүмкін сен мені басқа дүниеге дайындап жатқан шығарсың. Мүмкін дәл қазіргі уақытта мен басқа нәрсемен айналысу керек шығармын. Мүмкін мен өмір бақи жаңағыдай өзімнің сүйіктіме қосылмай осылай жалғыз өтуім керек шығар. Құдайым, мен келістім дедім. Мен келістім саған. Мен барлығына келістім. Мен осы күйеуге шығам деген тілегімнен отказываюсь дедім. Мен бас тарттым дедім. Барлығы сенің қалауыңда болсын. Сол кезде көзіңнен жасың парлайды. Сол кезде сенің ішкі блогыңның барлығы сөгіледі. Бұрынғы установкаларыңның барлығы қирайды. Сенің миыңда жаңа программа пайда болады. Жаңа бағдарлама пайда болады. Сен бұрынғы адам емессің. Сен бұрынғы Айжан, бұрынғы Жанар, бұрынғы Айсұлу, бұрынғы Айнұр емессің, бұрынғы Ләззат емессің, сен басқа адам болып оянасың. Сосын сол нәрсені айтқаннан кейін барып қайтадан Құдайдан отырып алып қайтадан тілеудің қажеті жоқ.
иә, сен өйткені бас тарттың ол арманыңнан, иә, қайтадан дұға оқып, Құдайым, мені қайтадан мен тілегімді бере көр, мен өткенде қателеспін деудің қажеті жоқ. Бітті, біз оны ұмытамыз. Біз вибрацияны жібердік, біз оны ұмытамыз. Біз өмірге риза болуды бастаймыз. Біз адамдарға қызмет етуді бастаймыз. Біз күліп жүреміз. Біз өз-өзімізді күтумен айналысамыз, иә? Біз өз-өзімізді тастап жібермейміз. Болды, менің өмірім бітті. Қалай болса солай киініп, қалай болса не болса соны жеп семіріп, иә, олай істемейміз. Біз әрекет етуді тоқтатпаймыз, иә. Біз өз-өзімізді күтеміз, біз өзіміздің бетімізді күтеміз, денемізді күтеміз. Біз өз-өзімізді танумен айналысамыз, кітап оқимыз, дұға оқимыз, Аллаға мадақ айтамыз. Бірақ соның барлығында біз қайтадан сол тілекті, соны маған бере салшы деп қайтадан сұрамаймыз. Бітті, мы отказались. Сіздерге өтірік, маған шын деп айтылады ғой, ана ертегілерде орындалады. Өздеріңіз көз жеткізген кезде мүмкін осы туралы пост жазасыздар, мүмкін араларыңызда осы іліммен басқа адамдармен бөлісушілер пайда болады. Сондықтан осы дүниені сіздерге мен өзімнің тәжірибемнен сіздерге ұсынамын. Келесі кеттік. Бұл түсінікті, иә? Енді мынандай жағдай. Сіз бірдеңе істейін дедіңіз, жоспар құрып жатсыз, бизнес ашайын деп жатсыз ба, шетелге кетейін деп жатсыз ба, білмеймін, бір жобаны бастап жатсыз ба, бұл туралы ешкімге айтудың қажеті жоқ. Мен мынаны істейін деп жатырмын, менде мынау болады, мен барып анандай бірдеңе алайын деп жатырмын, мен үй алайын деп жатырмын, бір нәрсе істейін деп жатырмын. Ешкімге айтпаймыз. Бұл біздің жаңағындай эгоистік емес, бұл жасырғандық емес. Құранда да жазылған, әр дүниенің өзінің көреалмаушысы болады деген сөз бар екен. Сондықтан біз ешкімге ештеңе айтпаймыз, біз өзімізді сабырлы қалыпта ұстаймыз. Біз ішімізден андай эйфория сезім болады ғой, мен соны алам, не болмаса, мен күйеуге тиейін деп жатырмын, мен мына үйді алайын деп жатырмын, ондай емес. Тыныштықта боламыз. Біз тыныштықта болған кезде ол дүние біздікі болады. Өйткені біз аласырып кеткен кезде ол дүние бізге қайырсыз болады, не болмаса ол келісім шарт үзіледі, иә? Сондықтан біз ешкімге айтпаймыз. Ал егер алда-жалда біреу біліп қалса, сіздің сол жоспарыңызды біліп қалса, сізден сұраса, сіз айтасыз, мүмкін. Білмеймін, болса болады, болмаса қояды. Мүмкін. Иә, солай мүмкін деп айтасыз. Иә, мүмкін болады, мүмкін болмайды. Әзірге белгісіз. Болса болады, болмаса болмайды, әзірге белгісіз. Мен оны қазір соншама жаңағындай қатты бас қатырып жатқан жоқпын. Болса айта жатармын. Я, осылай істейміз. Бұл оңай емес. Мен көп қыздарға айтам, өзім таныстарыма да, мысалы, көп жағдайлар болғанда олай айтпаңдар деп, иә. Болса болады, болмаса болмайды деп айтамыз, иә. Мысалы, көреміз. Әлі шешілген жоқ, әлі нетілген жоқ. Ал егер сіз міне сіз келісім шартқа қол қояйын деп тұрсыз, бір керемет жұмысқа кірейін деп тұрсыз, керемет қызметке, не болмаса күшті бір бизнесті ашайын деп тұрсыз, сіз бәріне жар салдыңыз. Мен мынандай бүйтіп жатырмын, мен ана адаммен келісім шартқа отырып жатырмын. Сол моментте сіздің ручканы сындырайын десем, бұл маған керек, сол нәрсе бүлінеді екен. Сондықтан осындайда сиқырлы техника бар. Келесіне кеттік. Енді мынандай дүние, нереально деген болады ғой. Сіздің бір арманыңыз бар, бірақ ол нереально деп ойлайсыз ғой, мысалы қалай айтсақ екен, мысалы керемет бір аралда күшті менің керемет бір особнягым болады, не болмаса Парижде менің бір күшті пәтерім болады, не болмаса Лондонда, мысалы мен Лондонда Кенсингтон деген ауданда тұрдым, өңкей байлар тұратын. Сол жерде миллиардер, бай қуатты адамдар тұратын жерде менің керемет күшті пентхаусым болады, деген сияқты. Не болмаса менің бір керемет машинам, қандай қазіргі ең керемет машина. Мен өзім әлі көлік жүргізуді білмеймін, осыны енді қолға аламын, Құдай қаласа. Бұған дейін менде сондай сұраныс болмады. Мені Алла тағала көп нәрседен солай сақтандырған сияқты, өйткені сондай нәрсеге мені алып барған жоқ та. Баяғыда бір BMW көлігім болған,
Бумер деген фильм бар еді ғой, білесіздер ма? Сода ән бар ғой, естеріңізде ма? Сол BMW, соңғы BMW, сондай BMW менде болған, бірақ мен оны айдаған жоқпын. Енді бұл басқа оқиға. Сондай бір көлік, Майбах па, Порше ма, білмеймін, соңғы үлгіде қандай, Тесла ма, мүмкін Тойота Land Cruiser ма, білмеймін, сондай бір қымбат, бірақ сіздің оған ақшаңыз жоқ, сіздің айлығыңыз оған жетпейді. Сіз 1 жыл жинасаңыз да, 2 жыл жинасаңыз да айлығыңыз жетпейді, кредит алғыңыз келмейді, мысалы. Не болмаса, осындай мысал, не болмаса, сіз мысалы күйеуге шықпаған қыз болсаңыз, сіз керемет бір жігіт, күшті бір идеальный, сондай бір идеальный болғанда бір принц, принцтерді үйленіп алды, уже принцте жоқ қазір, король, керемет бір арабский шейх па, білмеймін, сондай бір сіз үшін нереальный дүние, не болмаса Алматыда болсын, Ақтауда болсын, Нұрсұлтанда болсын, білмеймін қай жерде, Астанада болсын, қай жер Астананың ең керемет жер, мысалы. Маған Хайвилл ұнайды, Хайвилл умный дом. Сіз айтасыз, мысалы, мен Гавай аралдары, не болмаса, тағы да бір керемет аралдан 500 квадрат метрмен керемет үлкен жер алдым, керемет үй алдым, пентхаус. Енді бұл деген супер-пупер, андай мұндай, достарыңызбен әңгімелесіп жатқанда, кездесіп жатқан кезде сөйтіп айтасыз. Не болмаса, жігітіңіз айтасыз, представляете, мен осындай өте бір олигарх, өте мықты жігітпен таныстым. Үйленбеген екен, адамгершілігі де мықты екен, рухани жағынан да мықты екен. Енді ана жігіт өте жомарт екен. Маған деген жаңағындай бриллиант сыйлады, не болмаса, маған осындай күйеуге шық деді. Мені бір аралға шақырып, аралға алып кетем деді, не болмаса. Сондай бір нереальны, сондай ойлаңыздаршы, нереальны. Сондай бір дүние, сөйтіп достарыңызға айтасыз. Енді айдаладағы адамдарға айтпайсыз ғой, достарыңызбен отырған кезде, представляете, деп сөйтіп кәдімгі шынайы болған сияқты айтасыздар, шынайы болған сияқты айтасыздар. Мысалы, машинада болса, машинама, ана машинада отырған кездегі енді сезім, енді сұмдық екен деген сияқты. Енді жандай дәмін келтіресіздер ғой, күштілеп тұрып, бұл енді өтірік емес, жандай. Өзіңіз как будто соны представляете, и сондай қылып тұрып айтасыздар, Сол кезде жаныңыздағы адамдар сіздерге таң қалып қара қалса, сосын айтқаннан кейін тыныштық ұстайсыздар да бақылайсыздар адамдар. Если они офигевают, кешірім сұраймын, если они офигели от этого, мысалы, деген сияқты бір қыздардың ойларына келеді, мәссаған бұл жігітпен қалай танысқан. Қалай таныстың десе, представляешь, мен сайт арқылы таныстым, или там кеше мен осындай мынандай жерден етсем, и барлығы сену керек та оған. Сен қалған кезде тишина ұстайсыз, бір 10-15 секунд па сондай. Тыныштық ұстайсыздар, сосын қарқылдап күлесіздер ма? Это была шутка деп айтасыздар. Представляете, сендер алдандыңдар дейсіздер ма? Сондай бір әзілге айналдырып жібересіздер. Осы арқылы, енді қазір біреу күліп отырсыздар ма, мен білмеймін, шіркін сіздерді көріп отырсам ғой қазір түрлеріңізді. И осы кезде сол вибрацияға сіз қосыласыз. Өйткені сіз соны айтқан кезде шындық сияқты айттыңыз да. Бұл өтірік алдау емес, біреулермен ойнау емес, жаныңыздағы адамдар сен қалу керек да. И содан кейін барып, это была шутка дейсіздер. Это была шутка. Ой, әзіл ғой. Арманда шек жоқ қой деп қоясыз, болды. И адамдар сіз соны айтқан кезде ауыздармен бір нәрсені айтып үлгермесе де, ойша неше түрлі нәрсені айтып үлгереді. Мәссаған, қандай мықты, нифига себе деген сияқты дүниелерді. Міне осындай тағы да бір сиқырлы техника бар. Бірақ бұл нәрсе орындалуы мүмкін, егер біз не істесек, жұмыс істесек, кешелі бері менің айтып жатқан техникаларымды істесек, егер ол шынымен сіздікі болатын болса, ол болады. Кеше айттым ғой, бір керемет Алла тағала сондай күшті шеберлікпен соны өзіңізге алып келеді.
Представляете, осындай. Мен енді өзімнің өмірімнен бір қызықтар айтайын. Мен мысалы бұрын мен былай айтатынмын. Мен шетелде қазақ балалары жобасын жасамай тұрған кезде, әлі ол туралы ойда болмаған ойым бар, бірақ та әлі ол жүзеге аспаған кезде, мен осыны білген жоқпын, бірақ интуитивно мен соның бәрін жасаппын, оказывается. Мен былай айтатынмын. Мысалы, жанымдағы подружкалардың бәрі күйеуге шыққан, балалары бар, андай-мындай. Мен айтатын, мен балаларым андай әзілде сол отырамыз, сол кезде мен айтамын. Представляете, менің ана үлкен ұлым Америкада оқиды, ана қызым ана жақта, Америкада ана балам тұрады, анау мынандай. И сосын олар қарайтында басында жаңағыдай таңырқайтында. И сосын бәріміз қарқылдап күлетіміз да. Мен айтамын, мен сияқты уақытында тұрмысқа шығып, баланы ертерек туып, оқытып, Америкаға жіберіп, мен сияқты жүрмейсіңдер ма? Мен балаларымның бәрі қазір өсіп өніп Америкаға да жүр, шетелде білім алып жүр, сендер болсаңдар әлі кішкентай балаларыңмен жүрсіңдер деген сияқты. Сондай әзілге айналдыратынмын да. Осы арқылы мен интуитивно не істеген, вибрацияны шақырғам. Енді ол балаларды мен өзім тумасам да, мен бірақ сол бүкіл әлемді аралап, қазақтың балаларын көріп шықтым, иә. Сол бағытта, мысалы, мен жалпы 30-ға жуық мемлекетті араладым. Оның ішінде проектілерге байланысты бар, басқасы бар, 30-ға жуық мемлекетті араладым. Және бұл менің арманым болды. Мен мысалы постоянно Американы айтадым. Представляете, мен Америкаға барғанда, қыздар маған былай қарап, таңғалып қалатында, біреулер мүмкін сеніп, сосын барып әзіл ғой деген сияқты айтатынмын. Соны мен кейін өзімнің шандай ілім-білім алып жатқан лекторларымнан естігенде, былайша айтқанда, я офигела. Сондай қызық дүниелер болады. Мысалы, Айнұр Асанберді мен подружкам айтады ғой, үнемі өзін жаңағыдай оқырмандарына. Мысалы, мен айтатынмын. Менің күйеуім американский жігіт деп айтатынмын. Енді американский емес, енді сондай бір прикол болатын, американский деп. Сондай жаңағыдай ағылшынның несімен айтатынымда, менің жігітім американский жігіт, итальянский жігіт ол деген өте әдемі, өте білімді, өте сауатты, өте күшті. Сол айтатында, қыздар маған қарайтында, есімде Самал деген менің құрбым бар. Ол айтуға оңай бағдарламасында продюсер, ол айтатын маған, Жанар, сен кітаптағы өмірді қалайсың, сен кітаптағы өмірді сүргің келеді. Сенің айтып жүргендерің кітаптағы сияқты деп. Бірақ та сол сөйтіп айтып жүргендерімнің барлық орындалды, представляете? Сондықтан да арманға шектеу жоқ. Ешкім сіздің арманыңызға шектеу қоя алмайды. Сізге біреу келіп, ей, Ләззат, ей, Жамал, саған бұлай армандауға болмайды. Сен бұл арманға лайық емессің. Сенің ақшаң жетпейді бұған. Сенің санаң жетпейді, сенің аяғың жетпейді, қолың жетпейді. Сен бұлай армандама, сен бұлай арманда деп айтуға ешкімнің хақысы жоқ. Арман ол сіздің миыңызда, ол сіздің түпкі санаңызда. Ол егер сіздің бүкіл ниетіңіз таза болса, сіз адамдарға қызғанышпен қарамасаңыз, сіздің жүрегіңізде көре алмаушылық деген дүние болмаса, сіз біреудің керемет, супер-пупер киініп алған кезде, классная, какая классная, қандай әдемі, қандай сұлу әйел деп қарасаңыз, сіздің армандарыңыз орындалады. Ал егер қандай керемет күшті киініп алған, осындай киім менде жоқ қой, мен болсам өсіп жүрмін десеңіз, сіздің арманыңыз орындалмайды. Сосын біреу шетелге кетіп бара жатқан кезде, осылар шетелге барып жатыр, біз қашан барамыз, орындалмайды. Болмайды. Шетелге барсаңыз да одан сондай удовольствие алмайсыз. Сондықтан біреу шетелде жүргенін көрсеңіз, қандай керемет, супер, массаған, қандай күшті, субханаллах деп айтыңыздар. Міне осы сөздің айтқанның өзі сіз таң қалып жатсыз. Сіз таң қалу арқылы сіз өміріңізге таң қалатын дүниелерді жинай бересіз. Сондықтан біреудің жақсылығын көрген кезде ішкі ощущениеңізді бақылаңыз. Не сезесіз? Іште қандай, ішіңізде таракандар жыбырлап кетті ма, жоқ әлде көбелектер ма, ішіңізде не бар? Осы жерге мен де барам емес. Мүмкін сіз басқа жерге бару керек шығарсыз, мүмкін сіз басқа әлемнің басқа түкпіріне бару керек шығарсыз. Сондықтан да тек қана қуану. Біреудің жақсылығын көрген кезде тек қана қуану. Ой, қандай керемет. Сосын комплиментті көбірек айту адамдарға. Мысалы, біреуді көрген кезде көйлегің қандай әдемі емес,
сен қандай сұлу болып кеткенсің, қандай әдем болып кеткенсің. Өйткені ол көйлекті сұлу қылып тұрған сол әйел, сол қыз, иә. Біз соны айту арқылы біз жаңағы көйлекке қызығатынымызды білдіреміз. Біз ана адамның сұлулығына таңырқаған кезде бізге де сондай сұлулық, бізге де сондай байлық, бізге де сондай молшылық келеді. Сондықтан қараңыздаршы, барлығы айтады ғой, в этой жизни все просто, все просто. Өмір өте оңай, өмірдегі заңдылықтың барлығы баяғыда жазылып қойған ғажайып ілімнің барлығы, бірақ біз оны не істейміз? Қиындатамыз. Сосын тағы да бір дүние. Тағы да бір дүние. Дұға қылған кезде, Алла тағалаға мадақ айтқан кезде, кешек дүниені айтқанда, мысалы, балаңыз бір ауыр науқасқа ұшырады делік, иә? Неше түрлі, басыңызда қандай трагедия бар, қандай қиындық бар, не бар? Біреулер айтады, балам құмар ойынмен ойнап кетті, күйеуім ішеді, анау мынау, иә, неше түрлі. Денсаулығыңыз жаман болып жатыр ма, иә? Таспиғыңызды алып отырсыз ба? Сіз сол сәтте денсаулығыңыздың қирап жатқанын, балаңыздың өмірінде жолы болмай жатқанын, балаңыздың ажырасайын деп жатқанын, немереңіздің ауырып жатқанын, ана баспанаға жете алмай жатқаныңызды, жұмысқа тұра алмай жатқаныңызды, экзамен тапсыра алмай жатқаныңызды, қандай проблема бар, ұмытасыз. Толық ұмытасыз. Әсіресе аналар балаларына дұға жасайтын кезде, сіз балаңыз туралы толық ұмытасыз. Дұға кезінде, Алла тағалаға сыйыну кезінде, медитация болсын, толық ұмытасыз. Бұл эгоистік дүниені білдірмейді. Толық ұмытасыз, сіз тек қана Алланы ойлайсыз. Сіз тек қана сондай бір керемет, өте құдіретті бір күштің барын ойлайсыз, және соған шын жүрегіңіздің барлығын ашып мадақ айтасыз. Болды. Алла тағаланың есімін айтып жатсыз ба? Кешегі мен сіздерге үйреткен Альхамдулиллахи алатиф, Альхамдулиллахи алатиф айтып жатып, балам ішіңізден ойша, мен балам денсаулығы жақсы болсын, өмір ұзасын, ештеңе айтпаймыз. Ештеңе. Міне, осы молитваның осы құпиясы, осы магиясы. Біз көбінесе, мы не знаем, как молиться Богу. Мы только думаем, что Он дающий, да, Он дающий. И мы всегда хотим потребительский подход у нас к Богу. Көпшілігінде, иә? Сондықтан балаңызға тілек тілегенде барлығын ұмытасыз. Сіз барлығын ұмытып, сіз тек қана сол Алламен байланысқа түскенде, сіз миыңыздағы бүкіл орындалмай жатқан тілектеріңізді, ойларыңызды барлығын ұмытып, сіз жаңағы таза нұрға кірген кезде сіздің тілектеріңіз орындалады. Содан кейін барып, жақын адамдарымыз үшін қалай дұға жасаймыз, қалай көмектесе аламыз деген дүниеге келетін болсақ, оны мен өзімнің парақшамда пост қылып жаздым. Соны тауып оқымағандарыңыз болса оқыңыздар. Ол туралы толығырақ Жанар Байсеміздің рухани практикасында жазылған. Номер 1, параграф 1, параграф 2-де барлығы бар, иә? Сондықтан тек қана осылай ғана мадақ айтамыз. Түсінікті ғой, иә? Енді ары-қарай кеттік. Енді, мынандайда тағы да бір метод ұсынам. Мысалы, бір күнде бірнеше тілекті қайта-қайта ойлау, тез-тез ойлау. Мен денсаулығым мықты, ана жобам іске қосылды, я болды. Сосын бар, кітап жазып тастадым, білмеймін, қандай тілектеріңіз бар, қағазға жазып алыңыз да, сол 10 болса, 10 желание болса, 10 желание бар. Орындалмаған сізде 10 тілек бар, иә? Орындалмаған осы 10 тілекке бірінен өтіп отырасыз. Тез. Менің күшті үйім бар. Мен денсаулығым керемет. Мен шетелге саяхатқа шықтым. Я, қандай шетелге, я? Оған да мән беру керек. Мысалы, мен Лондонда жүрген кезде, мен Лондонда 2 рет болдым. Біріншісінде жобамен, проектімен, екіншісінде өзім білім алуға бардым. Сол кезде екіншісінде мен Лондонның ғажайыптарын көрдім. Өте сұлу қала екенін, ол жақта күн көп түспесе де, өте бір ғажайып, бір магический қала екенін ұқтым да. Мен күні бойы Лондонда жаяу жүре беруге дайын едім. Бақтарында, бақшаларында, үйлеріне қарап, архитектураларын қарап, музейлеріне кіріп,
Мен сол кезде былай ойлағам, шетел көп шыққаннан кейін мен шетелде тұрғым келді. Мен бұрын мысалы Нью-Йоркта тұрғым келсе, мен Европаны көргеннен кейін маған Европа ұнай бастады. Мен өзіме былай айттым, мен Европада тұрғым келеді. Мен Европада тұрамын, Құдай қаласа. Білесіздер ма, мен Европаға көшіп келдім. Енді сіздерге қызық айтайын. Бір күні жаңағындай аласұрып, не істерімді білмей, біресе жаңағындай бір астрологқа барам ба деп ойлайым, біресе анаған барам ба деп ойлайым, біресе бір кофе ашатым, біреуге кетіп қалдым ба, сондай бір адасып кеткен кезім болды. Сол кезде не істеймін деп жүрген кезде қайтадан Қазақстан ұлттық арнасына оралдым. Мен шетелдегі қазақ балалары емес, шетелдегі қазақтар деген бағдарлама шығаруым керек болды. Сол бойынша құрылды жоба, келісім жасалды, бірақ ол болған жоқ. Сөйтіп мен қайтадан күйзеліске түстім, депрессияға түстім. Неге бұл болмай қалды? Мені бір адамдар сынады. Былайша айтқанда, мені хотели опустить. Мені сындырайын деп ойлаған сияқты. Мен сол кезде бір дүниеден өттім, бірақ оны айтуға әлі адамдар әлі дайын емес, мен оны кейін айтам. Сосын маған мынандай ұсыныс түсті. Атырау қаласына Қазақстан ұлттық арнасының филиалына директордың орынбасары қызметіне шақырылдым. Ары ойладым, бері ойладым, Атырауда ешкімім жоқ. Бір рет қана барғанмын іссапармен, сосын кеттім де қалдым. Елдің барлығы ойлады, Атырауда Жанарға күшті зарплата ұсынды, үй берді, анау-мынау, ештеңе жоқ. Зарплатаны білесіздер ме? Бұрынғы алған, мысалы, телевидение саласында жүріп, басшылық қызметте алып жүрген айлығымнан көп есе аз, ол тек қана пәтер ақысын төлеуге ғана жететін еді. Және жақсы пәтер емес. Сондай-ақ менің ол жерде менің бір плюс ол билік болды менде. Мен үлкен каналды басқардым, былайша айтқанда. Менің ол жердегі ойым 1-2 жыл істеп қайтадан Астанаға оралу болды. Сөйтіп, ол кездегі менің арманым мүлдем бөлек болған. Представляете, мен нені армандадым? Мен үлкен телевидение басқаруды армандадым, корпорация басқаруды армандадым. Мен қазақ телевизиясын бір керемет биікке көтергім келді. Сондай бір билікті жақсы көрдім. Шынымен айтам, билікті қатты жақсы көрдім. Бір күні маған бір 31-ші арнаның директор болған Бағдат Қожахметовті білетін шығарсыздар. Сол кісі маған айтқан, Жанар, сен билікті жақсы көресің деп. Мен сол кезде жоқ деп. Бірақ ол маған айтты да, Жанар, бірақ та бұл жаман қасиет емес деді. Мен кейін түсіндім да, мен билікті жақсы көретін. Мен адамдарды жұмыс істете алады кем, және адамдарға мотивация бере алады кем. Енді қазір қараңыздар, мен сол ілімімді мен енді былайша да пайдаланып жатырмын. Өйткені егер мен тыңдата алмасам, мысалы сіздер тыңдамайсыздар ғой, тымтырақ қашып кетесіздер. Бұның өзі сол телевидениедағы менің жұмысым, қателіктерім, барлығы менің опытым осы дүниеге әкелді. И содан кейін барып бір күні мен Атырауда келе жатырмын, и бір күні қараймын, мына жақ Европа, Азия деп бөлінеді екен да Атырау. Атырау Европаға жақында, мына жағы Азия. Сосын Атыраудың жайық бөліп жатқан бір жағы Азия, бір жағы Европа. Кәдімгідей солай бөлінеді. И мен қарасам, соның Европа жағында тұрмын да. И мен сол кезде жаңағы менің арманым ойыма сап ете қалды. Жанар, мен Европада тұрғым келіп еді ғой, міне саған Европа. Алла тағала барлығын естиді. Ал сен Европа дедің, бірақ сен қай мемлекет, қай қала екенін айтқан жоқсың. Міне сені Алла тағала Европаға келді. И сосын көшеде тұрып өзім қарқылдап күліп жатырмын ғой. Осыны мен жаңағыдай мысал ретінде көптеген семинарларымда адамдарға кейде айтам, сол кезде барлығы күледі. Сондықтан да мақсаттарыңыз нақты болсын. Нақты нені қалайсыз? Және сол сіздің арманыңыз ба? Жоқ әлде бөтен инстаграмда көріп алған жұлдыздардың, тағы да басқа біреулердің армандары ма? Өз арманыңыз болу керек. Жаратушы ие маған көмектесті, Европада тұрғым келді, Европаға алып барды. Бірақ та ол не еді? Ол Қазақстанның Европа бөлігі еді, Ал мен кәдімгі Европада тұрғым келіп еді, Лондонда тұрғым келіп еді, не болмаса Италияда, не болмаса Испанияда, не болмаса Швейцарияда, Мысалы, Швейцарияны мен көрдім. Швейцария деген енді жер жанаты десе, шынымен ақ жер жанаты ғой Швейцария. Сондықтан барлық жол ашылады. Саяхатқа да жол ашылады, барлығы ашылады. Тек қана
надо уметь отпускать свои желания, не надо зацикливаться, иә. Ал енді мынандай нәрсені айтамын. Өздеріңізде жоқ дүниеге разылық білдіріңіздер, сол кезде ол орындалады. Мысалы айтасыз, менде мынау жоқ, мен осы үшін саған разымын Алла. Демек, мен әлі бұған дайын емеспін. Демек, әлі уақыты келген жоқ. Демек, мен әлі оған рұқсат бере алмай жатырмын. Демек, мен әлі де жұмыс істеуім керек. Сол үшін саған рахмет айтам, орындалады. Орысша оқырмандарым айтайын. 28-27 секунд қалды, қазір кетіп қалмаңыздар, қайтадан қосыламын, иә? Умейте благодарить, что у вас нету. То, что у вас нету, это будет у вас. Умейте благодарить за то, что у вас нету, и это у вас будет. Міне, өзіңізде жоқ дүниеге разылық білдіріңіз. Прямо қағазға жазыңыз. Менде бұл жоқ, разылық білдірем. Сол орындалады. Қайтадан қосыламын қазір.